Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін үй жағдайында сосиска дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қойдым. Ең алдымен тауықтың төс етін осылай турап дайындап алдым. Блендерге салып, жақсылап езіп аламыз, немесе мясорубкадан өткізіп алсаңыздар да болады. Бірінші бөлігін өткізіп алып, екінші бөлігіне тауықтың етін жартысын салдым. Қызылша, май, бір тіше сарымсақ, сүт құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тұз, қара бұрыш, паприка, кристалликті де осыған қосып жібердім. Немесе барлығын араластырып болғаннан кейін қоссаңыздар да болады. Барлығын біркелкі араластырып, алдындағы өткізіп алған тауықтың етінде бірге қасықпен араластырып, кондитерский мешокқа осылай салып алдым. Одан кейін видеода көрсетілгендей пищевая пленканы осылай тақтайдың үстіне қойып салып шығамыз. Немесе сіздерде кондитерский мешок болмаса, қасықпен сала берсеңіздер болады. Осылай салып болғаннан кейін жақсылап орап, ауасын шығарып аламыз. Конфет сияқты орап алып, екі жағын қысып, байлайтын боламыз. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, салаттар, торттар, пирожный бар. Қарап көріңіздер. Менде барлығы осындай 23 түк сосискелер шықты. Алдын ала қайнатылған суымызға барлығын салып 15-20 минутқа пісіріп аламыз. 15-20 минутта толық ішінің бәрі піседі. Пісіп дайын болған сосискелеріміздің осылай пленкасын алып тастап жібереміз. Немесе табамызға аздап сары май салып қуырып берсеңіздер де болады. Достар, менің видеом ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Егер де тіркелмесеңіздер, подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Осылай сосискелеріміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.